Сәлем достар, бүгін үй жағдайында осындай ірімшік дайындаймыз. Таңертеңгілік мезгілде нанмен жеуге өте күшті және ең бастысы табиғи заттардан жасалған, өте пайдалы. Ірімшікті жасауға сиырдың сүтін пайдаландым. 3 литрлікке қазір жасаймыз. Сүтімізді осылай қайнататын ыдысымызға құйып аламыз. 3 литрлік сүтке 5 жұмыртқа және 400 грамм дүкеннің қаймағын пайдаланамыз. Қаймақ пен жұмыртқаны бір келкі болғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал кастрюльмен сүтті газға қойып, біртіндеп ысыта бастаймыз. Неке осылай барлығын араластырып алдық. Сүтімізде ысы бастады. Асты күйіп кетпеу үшін араластырып тұрып, тұзды саламыз және әлсін араластырып тұрамыз. Сүтіміз қатты ысы бастағанда жұмыртқа мен қаймағымызды ішіне құямыз. Орташа отта сүтімізді араластырып отырамыз. Асты күйіп кетпеу қажет. Мінекей ірімшігі пайда бола бастады. Осылай жай отта жарты сағаттай қайнатамыз. Ірімшігімізді оттан аламыз және осылай ситыға марлені үстіне жауып дайындап қоямыз алдын ала. Енді ірімшігімізді сүзіп аламыз. Ал қалған сүтті кейін блины немесе панкейк пісіруге алып қоямын. Арнайы ыдыс дайындап аламыз. Мен осындай меттан қалған ыдыстың астын тесіп дайындап алдым. Ірімшігімізді қатты қысып, осылай сығып аламыз. Суы толықтай шыққаны жақсы. Суын барынша шығарып, ыдысымызға саламыз және оның үстінен ауыр басып тұратын затпен басып қойсаңыздар болады. Әлсін суын төгіп тұрамыз. Осылай 7-8 сағаттай тұру қажет. 7-8 сағаттай өтті. Күн ыстық болған соң мен тоңазытқышқа салып қойдым. Қазір көреміз. Мінекей суының барлығы шықты. Осындай формада кесуге де өте ыңғайлы. Шынымен де тураға өте ыңғайлы. Нанның бетіне салып, таңертеңгілікте жеуге өте керемет. Сүтіміз қаншалықты майлы болса, соғұрлым ірімшік көп мөлшерде шығады. Достар, жасап көріңіздер. Егер видеом ұнаса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.